геополитика деген нәрсе мені қолданды неше жыл бойы. Ол жерде адам өмірі, адам қаны, құн жоғалтады. Бақтияр Мысырға білім аламын деп барып, тәкфир идеясын жалап еткен ағынға арып алды. Бұл 657 жылы Харижит деген атаумен шыққан бүлікшілердің біздің ғасырдағы жаңа түрі. Тәкфирит деген яғни кәпірге шығарушылар. Құранды оқиды, бірақ жаңа тамағынан өтпейді дейді. Яғни миына жетпейді, жүрегіне қонбайды. Көп жерлерде именно дінді қолданып жатыр, саясатта қолданады. Прокси әскер ретінде. жылы мен Мысырға бардым. Каир қаласында оқуға бастадық енді. Бақтияр Ыбыраев, лақап аты Әбу Әли. Туристический путевка еді ғой. Виза бір айдан кейін бітеді. Оны кейін жалғастыру керек. Оны жалғастыру үшін бір жерге оқуға түсу керек. Ол жай марказ емес, ол Алязғар болу керек. Біз барып оған официально түстік, нулевой курсына. И бізге сол үшін не берді. Визамызды ұзартты. 4 ай сайын барып ұзарып тұру керек. Мен оған жерге оқуға түстім, тек қана сол прописка үшін. Менің білім олардың білімдері қызықтырған жоқ. Заңсыз марказдар көп, неше түрлі видео көреді. То есть ол пропаганда арқылы өзі дами береді. Өз убеждениемді өз-өзіме дәлелдеу үшін адам тоже зейнет екен. Өзінің пікірімен сәйкес адамдармен сөйлеседі. Міне, гәп осында. 2007 жылы Бақтияр 10 ғасырдан аса тарихы бар Әл-Асқар университетінің дайындық бөліміне түседі. Бірақ білім алуды мақсат тұтпапты. Себебі қалтарыстағы қара ниетті көсемдері жүрегіңе күмән салады деген сандырақпен ғылыми ошаққа жақындатпаған. Діни сауаты жоқ жігіттердің немесе қыздардың шетелге шығып, әртүрлі жамағаттардың, топтардың, саяси ағымдардың мәркәздарына, олардың жатақханаларына, солардың жанында фондтар тарапынан қаржыландыратын оқу орындарына, курстарына түсіп кету ықтималы бар. Неге десеңіз, ол барлық бірдей әлеуметтік тұрғыдан қамсыздандырылмаған. Бәріне бір артынан әке-шешесі қаражатын беріп, жатын орын барлық жағдайын жасамағаннан кейін қиналған кезде әртүрлі шейхтардың әртүрлі жақын марказимді соған кетіп қалу ықтималы болады. Сол үшін біздің айтатынымыз көп жағдайда осы елімізде алсын, алғашқы діни сауатын. Себебі оң солын танитын болады. Шетелдегі күмәнді бейресми діни оқу орындары, марказдар, худжралар сырттан келген студенттерге дұрыс діни білім бермейді. Ондағы псевдо-шейхтар діни терминдерді бұрмалап, жастарға зорлық-зомбылыққа негізделген идеологияларын дәріптейді. Түрлі қауіпті ұйымдарға жан кештіретінде тартады. Заңсыз марказдар көп, жастар көп. Жастардың көбісі енді кішкене басқаша намаз оқиды, кейбір мысалы қимылдары басқаша. Жақындап сұрайсың, неге сен қолыңды көтере бересің, неге әминді дауыстап айтасың деп. Ол енді тағы бір ловушка. Олар айтпайды, бұл да бір пікір бар деп. Мысалы бір Шафи Хамбали мазхабында солай істейді деп айтпайды, олар бұл сүннет дейді. И автоматически адам екінші ловушкаға түсіп қалады. Қандай? Ол ойлайды, так, егер намазғап болса, мынау сүннет болса, значит намазғап сүннетке сәйкес емес болып тұр ма? Уже сомнение болып қалады, ол уже ловушка. Түсінесіз ба? То есть уже ол как будто обвинение, бұл төрт мазхабты сүннетке сәйкес емес дегендей адамды пікірге тартады, и ол уже қарағысы келмейді, олар не айтады. Олардың фатуалары, олардың пікірлері уже авторитет емес, ол уже Құран мен сүннетті іздей бастайды. И уже автоматически ол сол ловушкаға кірді, басқа мненияларды ол просто блок тұр, психологически, ол уже қабылдамайды. Осылайша оң солын танымаған Бақтияр радикалды күштер құрған тұсаққа түсті. Тілі жүрегі тас псевдо-шейхтар оның адамдық тұлғасын бұзды. Ақылын тұншықтырып, зорлық-зомбылық идеясын санасына қойды. Солардың айтақтауымен ол Ауғанстан, Шам жеріндегі қарулы қақтығыстарға қатысты. Лаңкестердің қолындағы көсеу болғанын басын тауға да, тасқа да ұрып бірақ түсінді. Мені қолданды неше жыл бойы. Анжақ болсын, Пакистан, игіл топ болсын, бәрі просто бізді қолданып жатыр. Видео түсіреді. Ол жерде олар нені қолданады? Эмоция. Завалдың астынан денелерді шығаратын мысалы. Оның астынан бір хадистар, аяттар кетеді. Адамдар оны оқиды. Сосын бір мысалы наши дейді, эмоциональный өлең болуы мүмкін да.
адам жылағысы келетін. Осы бәрі бірікіп адамда подсознание деген нәрсе бар. Сол миына кіріп кетеді екен. Миында адамда мысалы неокортекс деген жер бар екен, сол ішінде нейрондар бар екен неше түрлі, сол бәрі қалып қояды. Ең үлкен проблема сол вахабилік сенімде сондай бір нелер бар, моменттер, ловушка. Ал ловушка, мысалы оларда пункт бар, навақыдыл ислам, кім кәпір демейді, өзі кәпір. Енді жас адамдар неге түсіп қалады бұл ловушкаға? Ол қорқады енді. Мен қазір бұны кәпір демесем, мен өзім кәпір болып қаламын деп. Дін ғұламалар айтады, неге жатағымға адамдар бейім болады? Сен ойлашы дейді, жатағымға кіргеннен кейін, сен 2 айдан кейін дейді. Ары кетсе 1 жылдан кейін, сен 4 мазхабтың үстінен үкім шығаратын боласың дейді. Яғни академиктердің үстінен үкім шығаратын боласың дейді. Ал енді бізге келсеңші дейді, мешітке келсең, сен 2 айда әліппені бітіресің дейді. Қарап отырсақ, хауариждің сипаты қарсы шығушылар дейміз ғой. Басшылыққа қарсы шығушылар немесе сол әділ имамға қарсы шығушылар деп айтылады діннің терминде. Олардың сипаты сол заманның ғалымдарын жоққа шығарады. Жоққа шығарады, пасыққа шығарады, кәпірге шығарады. Терроризм жүрген жерде соғыс болады. Лаңкестердің артында не қалды? Ауғанстан экономикасы құрдымға кетті. Шам жері қанды түнекке батты. Еңбекке жарамды күшті ажал жалмады. Қираған қала, мүгедек бала қалды. Ащы болса да шындық. Қылмысымды мойындаймын, анау террорлық топқа қосылдым, амалдарым менің заңсыз болғанын мен қазір мойындап тұрмын. Мен көп жерде болдым, шетелде болдым, сол Пакистан, Сирия, Ирак. Бүкіл жерде өзінің проблемалары бар. Көп нәрсе исламға, шариғатқа сәйкес емес, біз ойлағандай емес. Бәрі саясат, біз сияқты мұсылмандарды саясатта қолданады. Прокси әскер ретінде өзінің геополитикалық па, сол жердің байлығы үшін ба, білімді алғанда тексеру керек. Қайда бір интернеттен бір пәлен шейх деп сене беру керек емес. Даже толиптар, ол Мединада оқысын, Саудияда оқып келеді. Ой, ана жақта осынша жыл оқыды деп сене беру керек емес. Оның бәрін тексеру керек. Біз қазақ болғасын, біз үшін ең жақсы ол осы біздің ата-бабаларымыз салынған Абу Ханифа мазхабы. Мұсылман бауырларыма айтатыным, біз үшін қазақ үшін осы Қазақстаннан басқа артық мемлекет жоқ. Бақтияр қылмысына қарай жазасын өтеуде. Ақмола облысының мамандары санасын сауықтырып жатыр. Ол дін жалған ұран, қан төгіспен насихатталмайтынын ұқты. Абақтыда жүріп, мінезі, әдебі мен амалын дұрыстады.